Дельфиндер деген сөзді естігенде көз алдымызға сүйкімді, көңілді, шиқылдап, түрлі дыбыстар шығарып, ойнап, түрлі трюктар жасайтын жануарлар елестейді. Бірақ олардың сүйкімділік түрінің ар жағында қорқынышты бейнесі жасырынып тұруы мүмкін. Бүгін біз сіздерге дельфиндердің құпиясын ашатын боламыз. Ендеше видеомызды бастаймыз. Қарашы, таза жындылығы бар адам сияқты саған қарап күліп тұрған күлкісін. Бұл жануарлардың ақылды екенін білесің деп ойлаймын, бірақ қаншалықты ақылды екенін білесің бе? Дельфиндер ойындардың жалпы концепциясын жақсы түсінеді, тіпті өздері жалғыз ойнай береді. Тіпті керек болса, TikTokқа видео түсіріп, трендті де қайталай алады. Жарайды, TikTok пен сериалды көруге көп ақылдың қажеті жоқ. Бұл жануарлар бір-бірімен бізден кем байланыспайды, яғни бір-бірімен сөйлесе алады. Олардың өздеріне тән тілі бар деуге де болады. Олардың мағына беретін 15 мыңдай дыбысы бар. Құдай-ау, менің өзім күніне 2000 сөзден артық айта алмайтын шығармын. Сен өзіңді айнадан неше айда танығаныңды білесің бе? Адам баласы шамамен 12 айда өзін-өзі айнадан көріп таниды. Ал адамның 12 айда істейтін затын дельфиндердің баласы 7 айлық кездерінде жасайды. Жер бетіндегі ең ақылды тіршілік иесі деп айтып қоямыз өзімізді. Бұндай жоғары интеллектпен бұл күй тұқымдастарының арасында да зұлымдары пайда болуы мүмкін. Ондай дельфиндер өздерінен әлсізірек түрге шабуыл жасайды. Мысалы, адамдарға. Шынымен де дельфиндерге қатты сенудің қажеті жоқ. Айтпақшы, олар өздерінің шиқылдаған дауыстарын өз ауыздарымен жасайды деп ойлаған шығарсыздар мен сияқты. Олар өз арқаларындағы саңылау арқылы шығарады екен бұл дауыстарды. Бұлар осы жерде де бізді алдап кетті. Көптеген дельфиндердің батып жатқан адамдарды құтқарғаны туралы оқиғалар бар. Сол сияқты керісінше жағдайларда болып тұрады. Бірақ не үшін, олар неге олай жасайды деп ойласаңыз, ғалымдардың жағымсыз түсіндірмесі бар. Дельфиндерге бәрібір судың ішіне ме, жағаға ма, әлде одан сайын батыра ма, оларға батып жатқан адамның тырпысқан әрекеті ғана қызық. Тағы бір үрейлі факт. Дельфиндер ұйықтамайды. Нақтырақ айтсақ, жартылай ұйықтайды. Олар өзінің жарты миын кезекпен іске қосып отыруға қабілетті. Сол себепті олар ұйықтағанда суға тұншығып кетпейді, ауаға шығып тыныс алып отырады. Бұлайша айтқанда олардың миы автопилот сияқты жұмыс жасайды. Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Егер сіздерге видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де, егер сіздерге дельфин ұнайтын болса, бұл өте жақсы. Дегенмен де, сақ болғандарыңыз жөн. Сақтанғанды Құдай да сақтайды. Сіздермен болған топ қазақ арнасы. Бізбен бірге топта болыңыздар, сау болыңыздар.